Сәлеметсіздер ме? Біздің музей сабағымыздың тақырыбы түркі халықтарының музыкалық дәстүрлері. Түркі халықтарының әдеп-ғұрпында, салт-дәстүрлерінде, өнерінде, тілінде көптеген ұқсастықтар бар. Музыкалық аспаптарда да ұқсастықтар жетерлік. Олар кезінде қол жетімді материалдардан жасалып, көшіп-қону кезінде тасымалдауға ыңғайлы болды. Бүгін біз сіздермен түркі халықтарының дәстүрлі музыкалық аспаптарының кейбір түрлерімен ғана танысамыз. Қазақ халқының музыкалық аспаптарының ішінде домбыра ерекше орын алады. Башқұрттарда ол думбыра, ұйғырларда дутар, ал қырғыздарда комуз деп атайды. Домбыра қазақ халқының жаны мен даналығы. Домбыраның бірнеше түрлері бар. Мысалы, екі ішекті домбыра формасы мен құрылымы бойынша ерекшеленетін батыс және шығыс болып екі түрге бөлінеді. Батыс домбырасының бас бөлігі сопақша және көлемді болады, ал мойыны жіңішке, ұзын. Шығыс домбырасының бас бөлігі тікбұрышты, жалпақ, мойыны қысқа әрі жайпақ болып келеді. Үш ішекті Абайдың домбырасы. Абай домбырасы үш ішекті балалайкадан алды. Абай орыс мәдениетіне құрметпен қарады және өзі үшін дәл осындай үш ішекті етіп тапсырыс берген. Түркі халықтарының соқпалы музыкалық аспаптары. Қазақтарда ол даңғыра, башқұрттарда доңғора, қырғыздарда доғыл, ал өзбектерде дойра деп аталады. Дойра өзбектердің ең сүйікті соқпалы аспабы. Ағаш жиектің бір жағы қатты былғары мембранамен жабылған, ал екінші жағында металл сақиналары бар. Музыкант екі қолының саусақтарымен қатты тартылған теріге ұрады, сонымен бірге ол дойраны қағып-қағып қояды. Осылайша ырғақты соққылар металл сақиналардың үнімен бірге үйлеседі. Шебер музыкантшының қолында дойра самал желдің немесе көктемнің күн күркіреуі сияқты әртүрлі дыбыстарды шығара алады. Көшпелі халықтардың шағын музыкалық аспаптарына қырғыздардағы ежелгі шертпелі музыкалық аспап темір қомыз жатады. Қазақтарда шаңқобыз, башқұрттарда кубыз, Тува халқында хумус деп аталады. Темір қомыз металдан жасалады. Оны ауызда ұстап, тілді қозғап отырып, ауаны шығару арқылы одан әртүрлі дыбыстарды шығаруға болады. Аспаптың көмегімен адамның даусына, құстардың әніне, жылқылардың шабысына, табиғат дыбыстарына еліктеуге болады. Тальян гармон. Татарлардың қолмен ойналатын клавишті пневматикалық аспабы. Атауы итальянка сөзінің қысқаруынан шығады, яғни итальяндық жүйедегі гармон. Мұндай құралдардың айрықша ерекшеліктері арасында көрік бар клавишті екі жартылай корпустың болуы. Көлемі және салмағы кішігірім гармондарды қолда ұстап ойнайды. Ірілеу гармондарды отырып тізеде ұстап, немесе белдікшелерін иыққа тағып отырып ойнайды. Көшпелі түркі халықтарының үрмелі музыкалық аспаптары өте қызықты, бірақ көп емес. Олардың бірі саз-сырнай. Қазақтың үрмелі аспабы. Қырғыз тілінде оны чопочор деп атайды. Саз-сырнай саздан жасалған 6 санлауы бар аспап. Саз-сырнайдың үні жағымды әрі жұмсақ болады. Оның көмегімен табиғаттың дыбыстарын салады. Пішіні бойынша шеберлер құсқа да, балыққа да, көп басты атқа да, жұмыртқаға да ұқсатып жасай береді. Музыкалық аспаптар саздан, ағаштан, темірден немесе теріден ғана емес, жануарлардың сүйектері мен мүйіздерінен де жасалады. Осындай аспаптардың бірі тайтұяқ. Тайтұяқ соқпалы музыкалық аспап. Аспапты жасауға жылқы тұяғынан жақсылап тазартылған мүйізді бөлігі қолданылады. Былғары білдекпен бекітілген кішкентай екі тұяқ қарапайым ырғақты дыбыстарды орындауға мүмкіндік береді. Дәстүрлі тайтұяқтың тембрі жарқын, бірақ өткір емес. Тұяқтардың табиғи үнімен ерекшеленеді. Ертеде музыкалық аспаптарды діни жораларда қолданған. Осындай аспаптардың қатарына асатаяқ жатады. Асатаяқ түркі халықтарының ежелгі музыкалық аспабы. Пішіні бойынша бұл аспап таяққа немесе қамысқа ұқсайды. Ою-өрнекпен және металл сақиналарымен, қоңыраулармен безендірілген жалпақ басы бар. Асатаяқтың дыбысы ашық және өткір болады. Аспаптың дыбысталуы күшейту үшін қоңырауды асатаяқтың басына бекітеді.
көбінесе асатаяқты бақсылар қолданған, сондықтан да ол халықтың музыкалық өмірінде кең таралмады. Бұл аспап емен, үйеңкі, қайын, долана сияқты қатты ағаштардан жасалады. Бұл біздің ата-бабаларымыз ғасырлар бойы қолданып келген түркі халықтарының музыкалық аспаптарының аз ғана бөлігі. Музыкалық аспаптардың сан алуандылығы түркі халықтарының рухани байлығының куәсі. Бүгінгі таңда фольклорлық ансамбльдерде ұлттық музыкалық аспаптарда шығармаларды орындау үлкен мәртебе. Қазақстанда тұран, хасақ, белес этнофольклорлық ансамбльдер танымал. Олар ата дәстүрді сақтай отырып халық музыкасын дәріптеушілер болып табылады.